Саламатсыздарбы оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 20 ғасырда Қазақстан экономикасының дамуы. Кеңес дәуіріндегі трансформация. Жалпы кеңес дәуірінде бізде жоспарлы экономика жүрді. Сонымен қатар индустрияландыру жүрді және ауыл шаруашылықтың дамуы жүрді. Жоспарлы экономика дегеніміз не? Бұл жерде мемлекеттік жоспарлау жүйесі енгізілді, яғни барлық ресурстар мен өндіріс мемлекет бақылауында болды. Индустрияландыру кезінде жаңа зауыттар мен фабрикалар салынды, өнеркәсіптік өндіріс көлемі арта бастады. Ауыл шаруашылық саласында колхоздар мен совхоздар бола бастады. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы механизацияландырылды. 20 ғасырда шетел капиталының енуі өнеркәсіптік дамудағы басты ерекшелік болды. Бұл жерде шетел капиталы деп отырғанымыз, яғни Франция, Англия, Германия, Австро-Венгрия, ақш және тағы да басқа елдердің кәсіпкерлері болды. Негізінен осы шетел капиталының енуінің негізгі себептері: біріншіден, пайдалы қазбалардың бай кен орындары, яғни Қазақстан пайдалы қазбаларға бай, оны барлығымыз білеміз. Сонымен қатар, екіншіден, арзан жұмыс күшінің жеткілікті болуы. Үшіншіден, бәсекелестіктің болмауы, яғни Ресей өнеркәсіп иелерінің тәжірибесі мен техникасының жетіспеуі және оңай пайда тауып тез ара байи түсуі. Осы мақсаттарды, осы себептерді көздей отырып, шетел капиталы ене бастады өнеркәсіп саласына. Индустрияландыру кезінде жалпы индустрияландыру қоғамға қандай әсер берді? Біріншіден, өнеркәсіптің дамуы жүрді. Демек, металлургия, көмір өнеркәсібі, химия өнеркәсібі дами бастады. Жаңа кен орындары ашыла бастады. Екіншіден, жұмыс күшінің өсуі. Қалаларға халық ағыны көбейді, жұмысшылар саны арта бастады. Алайда экологиялық проблемалар да күшейе бастады. Яғни ортаға ластану күшейді, қоршаған ортамыздың ластануы. Экологиялық апаттар орын ала бастады. Себебі не? Себебі өнеркәсіптің дамуы, бұл зауыт фабрикалардың салынуы, ауыл металлургия зауыттарының салынуы, осының барлығы ауаға міндетті түрде зиянды қалдықтарды шашады. 20 ғасырдың басында Қазақстанның экономикалық өмірінде түбегейлі өзгерістер орын ала бастайды. Оларды атап өтетін болсақ, біріншіден, капитализмнің ену үдерісі басталады. Қазақстан жалпы ресейлік нарыққа қосыла бастайды, тауар ақша қатынастары дами бастайды, өнеркәсіп орындары ашылып, жұмысшы табы қалыптаса бастайды. Сонымен қатар темір жолдар салынды, су жолдары ашылды, көлік қатынасы дами бастады. Ауыл шаруашылықта да біраз өзгешеліктер болды. Бұл жерде коллективтендіру деген қалыптаса бастады. Яғни коллективтендіру дегеніміз не? Бұл жеке шаруашылықтар колхоздарға біріктіріле бастады. Осылайша үлкен колхоздар, совхоздар пайда бола бастады. Жалпы оның салдары неге алып келеді? Салдары бұл жаппай аштыққа алып келеді. Бізде 1930 жылдары аштық миллиондаған адамның өмірін қиды. Осы ұжымдастыру немесе коллективтендіру дейміз ғой, осы жоба бізде жалпы аштыққа алып келеді. Сонымен қатар ауылдың құлдырауына да алып келеді. Яғни ауыл шаруашылығы өндірісі төмендей бастайды. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі реформаларға келетін болсақ, біз білеміз, тәуелсіздікті біз 1990 жылы бастап алды. Осы кезден бастап нарықтық экономикаға өте бастады. Бұл нарықтық экономиканың өзгешелігі неде? Бұл жерде жекешелендірілуі жүргізіле бастады. Яғни жеке меншікке өту. Барлық жаңа саудалық алықтар болсын, барлық нарықтық жүйеде жекешелендіру мағынасы дами бастады. Сонымен қатар бағалар либерализацияланды.
яғни бағалар тұрақтарды. Өнеркәсіпті қайта құру басталады. Демек, бұл жерде жаңа технологиялар енгізіле бастайды. Сонымен қатар мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігі арта бастайды. Ауыл шаруашылығын дамыту жүре бастайды. Ауыл шаруашылығын дамыту үшін соған бағытталған жер реформалары жүргізіледі. Фермерлік шаруашылықтар құрыла бастайды. Қазіргі біздің мемлекеттің экономикасының перспективалары. Перспектива дегенімізде, яғни алға қойған жаңағы мақсаттары және оған біздің жетуімізде. Бұл жерде перспективаның біріншісі диверсификация. Яғни диверсификация дегеніміз бұл әртараптандыру. Екіншіден инновация, үшіншіден аймақтық интеграция, және төртіншіден тұрақты даму. Осы мақсатта жалпы экономика жүзеге асыру. Бұл жерде аймақтық интеграция және тұрақты даму бағыттарында дамуды алға қоямыз. Бұл елдің экономикалық өсуін қамтамасыз етеді. Осылайша бүгінгі сабақта біз осы 20 ғасырдан бастап қазіргі тәуелсіздікке дейінгі жалпы экономикалық өзгерістерді шолып өттік. Енді сіздерге үйге тапсырма. Осы бүгінгі тақырыпқа байланысты 20 ғасырдағы Қазақстанның экономикасының дамуы қарастырып келеміз және сол бойынша эссе жазамыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.